Гендерлік саясат пен отбасы құндылықтарына жаңа көзқарас. Жаңа ата заң жобасына енгізілген осы бағыт бойынша бүгін Астанада халықаралық конференция ұйымдастырылды. Жиынға депутаттар, мемлекеттік органдардың өкілдері, үкіметтік емес бірлестіктер және халықаралық ұйымдар өкілдері қатысты. Ой бөлісу алаңында спикерлер тең құқықтар мен мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге бағытталған жаңартылған конституциялық тәсілдерге талдау жасады. Отбасы институты, ана мен баланы қорғау мәселелері сөз болды. Сарапшылар пайымынша заңда балаға қамқорлық жасау, оған тәрбие беру, ата-ананың құқығы әрі міндет екені айқын жазылған. Сонымен қатар жаңа конституция жобасына кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті деген норма енгізіліп отыр. Отбасылық құндылықтарға ерекше мән берілген конституцияда оның қандай екендігі, Қазақстандағы отбасының дәстүрлі екендігі нақтыланған. Ол дегеніміз ер адам мен әйел адамның тең құқылы ерікті одағы заңға сәйкес тіркелген делінген. Сонымен қатар ана, әке, бала мемлекеттің қорғауында делінген.